Can, ketпеш. Can, men seni sağınamı. Ертең Дубайға бірге барамыз Қыдыр. Can, махаббатым. Сүйем ғой сені. Жаным менің. Жаным мен. Тұр, айуан. Кіммен жаттың азанмен? Ой, неғылдым ама. Намаз оқитын адам қосам. Азанмен тұрып ала бересіздер. Мынаған тіл шығайын деген ба? Ой, 27 келдім ама мен. Дәм сезіп атқан жоқ ма мен? 27 келген енді білдің ба? Тұр, ona маңырамай малға шөп сал бар. 20 жыл болды, мама сол қойларға шөп салып жүргенімше. Та бір 2 жыл салсам, габой неме уже? Тұр, маңырамай. Қызы да мына жатыр, баласы мына жатыр. Осы үйдің тірлігінің бәрі маған керек дей. Бұл ұйқысырап әлі жатыр. Тұр бол. Маңыраған сенің. Үш просмотр. Дұрыстап билеу керек еді. Рекке шықпай ма сонда тик-ток? 4 жыл болды ғой. Не түс көрген еме? Ана қыз қашып баратыр еді ғой. Немене бәле? Түсте абырой жоқ. Тик-ток, ана ұшақ просмотр. Үйдегілер тұра сап айуан деп. Бірақ сендерге керекпін ғой, тілеуім тілеп жүретін шығарсыңдар. Ашы сен аларып тұрсын. Аленс тапқаш кән. Бірақ сен аленс темайсың ғой. Көрдіңдер ма? Сендермен араласып отырмын. Адындармен араласу керек та маған. Жабай болып кетті қош. Өздерің жабаңдаршы. Шайнап білмейтін шығармын. Не қылды? Ай, болса күтіп тұрмыз ғой. Бір там сый шығады. Ай, ертең сиесің, кіші шығасың, күнде сиетін. Не болған бұл мамай күніңізге? Көрсейлерім, малдасын тазылап бар. Жасқа келіп үйленбеген жігіт халық жауы Бауыржан Момышұлы. Әке? Мен үйленіп қойғам ғой. Абай. Естіп отыр. Осы үйде өмір сүрем ғой менде. Сен наны естімедің ғой, папа. Кеше біз салют аттық қой. Ай, қандай салют? Жаңа жыл емес қой қазір. Серік көкем баласы келін әкелді ғой. Серік. Ай, Ашөн ба? Ой, азамат, уақыт деген, Ай, Ашөн, 2007 жаңылмасам. Ай, есіңде ма? Улап, шулап, роддомнан шығарып келгеніміз. Ой, уақыт. Үйленіпті азамат. Бақытты болсын айналайын. Жұрттың 2007 жылғы балдар үйленіп жатыр. Біздікі 27-ге келді. Отырсы мынау масыл болып. Мен жасым 50 келді. Әлі отырм мені шай қойып. Шай жоқ саған. Береген қашы жерсіздер азан мен. Құятын адам тауып ал өзің. Әте, сенде береке жоқ қой. Грамотаң жоқ. Тик-токтағы просмотрың анау. Үйленбегесің, алдыңда шайың жоқ. Шайдан нең бар сен? Надо будет карлыша салам. Жеді. Папаның қасында отырып ет құтыра берме. Аузымды айырып жібереме. Абайға тіл дегізбе. Шайыңыз. Мора емес па? Мора қалай? Тормоз істемей ма? Моторың жабысып қалсын. Балнұр, нәйер бір
Қисасып кеттім ая. Қайдағы қи? Бойдақтықтың есі да. Жиенше көрмей тұрмысқа шығып кетпесек болды әйтеуір. Зато өздерің ертең бірге барып жеңше боласыңдар. Қойы, бі. Ақша табармыз, келін алармыз, зәулемей салармыз. Бип-бип, Құдай қаласа Ринатым әдеме, келіншек әкеледі барады аналын бипілдетіп. Марал! Марал! Ау! Маған манты қазанды беріп тұршы. Ана келін манты жасайым деп еді. Кім ей? Әз! Сәбира жеңше ма? Ай, менің келімше адалынан болсын. Өте пысық боп келді ғой. Ана жүгірмекке дауа болып, қайдан тауып алған білмеймін. Бақ боп келді ай. Өзі өте пысық. Күнде ресторандағыдай болып отырып тамақ ішеміз. Не қалаймыз, соны заказ береміз ғой. Бәріне үлгереді. Ой, бұларда. Маллар манта маркасы болады ғой. Келінім, манты істеп жатыр. Ай, үлгерсең, кешке таман кел. Ай, қайдам үлгермейсің ау. Үйің жұмысын бәрі сен істейсің ғой. Не болды апсын? Біз де өсіп өнген әулетпіз. 2 ұлым бар, 2 қызым бар, нависім бар, ошаққа анамыз бар. Құдай қаласа 2 аптадан кейін Ринат келіншек әкеледі. Ай, қосте, қашан Ринатың үйленем деген. Мен еңбектеп жүрген балам үйленем деп жүр ғой. Келмесең, келмей-ақ қойшы. Өзіміз жейміз мантымызды. Мәнті деп қақсап қоймады ғой тегі. Өзіміздің ыстық сорпамыз ішеміз, ролтын деген. Абай, тұрсың ға мен? Бірақ тұрсың бар ғосын, бұтыңда шығар, или кимегесің ба? Мұнау кетті, абыройсыз. Мен кеттім, мама. Қойы? Мый кіріпті ғой мұндаған? Мый кірмеген бұған. Өз жоқ қой бұның. Сұмдары бір-біріне тек қағанда. Тыңда. Балам, Ақжол. Аяқ киіміне ұлтарақ сап жүр. Алаш базарынан сатып аласың ғой. Басыңа бас киім киіп жүр. Киіп алам, я? Қалтаңа сабыл. Бәрі маған ба? Мен андай байлықты көтер алмайым ғой мен. Жартысын аққамыз ба? Айтпақшы, Айгүлді қаржын бар еді. Еш, соған берейін. Жақсы болды ғой. Ала салайын. Кеттім онда мен. Балам, қалада қиындықтар жолығып жатса, хабарласпа. Сүміреймей басын көтеріп жүр. Жасың 27-ге келді ғой? Болды, бопты. Қатынсыз қайтпа үйге. Ой, бопты, мама. Кеттім мен. Жақсы онда. Ай, балам, неге жылабасың? Аған қимай жатсың ба? Жоқ, ешек көз, мектеп көздайым сұңғамда кет қал. Ай, мейлі, жаңа сүңкі аламыз. Жылама. Желбіретіп көк туды, boys in the hood. Кім қандай жүз, кімде қандай рубль. Біздің менталитет ой бұл ку, усың интеллигентна ху.